Сақал, жаңалықты естіп жатсыз ба? Қандай жаңалық? Ой, мына елімізді қара Қытай қаптайын деп тұр ғой. Не дейді? Ой, мынау визасыз елімізге кіре беретін заң шығарып қойды ғой қазір. О, хуйня. Ойбай, ақсақал, аппақ сақалыңызбен ұялмайсыз ба? Хуйня деп. Шеше деген рахмет деген сөз. Хуйня деген ол тамақтың аты. Сондай ма? Сондай. Ақсақал, мына жерімізді, елімізді қорғайтын бір әрекет жасамаймыз ба? Ой, сорды екенсің. Жерімізде жерің бар ма еді сенің? 8 соттық жерің бар ма? 1 соттықта жеріміз. Не дейсің ал? Сенің үйің бар ма? Үй бар ғой? 20 жылдық ипотека алдым ғой. Сор, ипотека. 20 жыл біреудің атында ол. Әнұраныңды айтсаң. Менің елім, менің елім. Елің бар. Елі бар да, жері жоқ сорлы халықпыз ғой біз. Әйтпесе осы әнді, осы әнұранды біз Совет өкімет кезінде айтқанбыз. Менің елім, менің жерім деп айтқанбыз. Егемендік алдық та жерімізден айырылдық қой. Енді не істейміз, ақсақал, айтсаңызшы енді. Енді амал жоқ. 70 жыл орысша сөйледің, енді бұдан былай қытайша сөйлейсің енді. Мінекей, шеше, о хуйня. Ой, не дейді ол? Бұл тамақ бергеніңізге рахмет деген сөз. Онда Қытайларға пошел на... Бүйтіп айтуға болмайды. Ол орыстың сөзі ол. Сондай. Ондай сөз жоқ Қытайда. 惠娘，我是惠娘。